Облыс орталығында балабақша тәрбиешілеріне сиқырлы қалам деп аталатын интерактивті оқу әдістемелік кешеннің тұсаукесері өтті. Тәрбие мен білімді қатар үйлестіретін таптырмас оқу құралы өткен жылы Алматы қаласында шығарылған. Тіл мамандардың айтуынша, оның көмегімен балдырғандар 3 тілді жеңіл меңгермек. Көпшілікке таныстырылып жатқан мына сиқырлы қалам интерактивті оқу әдістемелік кешені мектеп жасына дейінгі балалар үшін әзірленген. Жаңа бағыттағы инновациялық тіл үйрету құралы қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруге арналған. Мәселен, мына постерлерді топтық жұмыстарда қолданады. Онда 60 тақырып қамтылған. Если детки подустали, то Жаңа бағдарламаны әзірлеушілер бұл әдістемен балалардың тіл үйренуге деген қызығушылығын дамытуға, танымын, қабілетін арттыруға зор септігін тигізеді дейді. Заманауи технологияның соңғы жетістіктеріне сүйене отырып жасалған кешен алғаш рет Алматы балабақшаларына ұсынылыпты. Шымкент қаласында да 1 жыл көлемінде тәжірибе түрінде сыналған. Позволяет детям, погружаясь в тематику, меняя форму восприятия. Интерактивтік кешенмен жаттыққан бала қазақ және ағылшын тілдеріне тән дыбыстардың дұрыс айтылуын, екпінді дұрыс қолдана білуді жеңіл меңгереді. Сөздерді буынға бөлуді, санауды, түстердің реңін атауды, жадына түйген сөздік қоры арқылы түрлі іс-әрекеттерге байланысты қысқа сөйлемдер, шағын әңгімелер құруды үйренеді. Кешен кез келген теледидарға немесе компьютерге интерактивті тақталарға қосылады. Сол арқылы балаға танымдық қызықты бағдарлама тамашалап отырғандай әсер береді. Балалардың жан дүниесіне жақын, жас ерекшелігіне сай анимациялық, мультипликациялық көріністер олардың тіл үйренуге деген қызығушылығын арттырып, есте сақтау қабілетін дамытады. Балалар есту, көру, қайталау арқылы сөздерді дұрыс айтуға жаттығады. Қазақстанда баламасы жоқ танымал әдістемемен танысуға қала мен ауданнан 60-тан астам балабақша тәрбиешілері мен меңгерушілер келді. Олар бұл әдістемелік кешен таптырмас құрал деп отыр. Балаларды бірден 3 тілге үйретудің ең ыңғайлы жолы бала бірден мысалы аңдардың дауысын шығара алады, атын білет, суретіне қарап, оның қандай дауысын шығаруға болатынын білет. Майра Сибанова Жамбыл ауданы Благовещенка селосынан келген. Ол жетекшілік ететін балабақшада 35 бала тәрбиеленуде. Балғындар аралас 2 топта қазақ және орыс тілдерін қатар меңгеріп жүр. Балабақша ұстаздары әркез жаңаша әдістерді қолданып, үнемі ізденіс үстінде жүреді. Сондықтан сиқырлы қала бағдарламасы олар үшін жақсы жаңалық. Балаларды 3 тілді жақсы меңгеру үшін бұл сиқырлы қалам қазір бізге өте қажет нәрсе. Сондықтан біліп алып барған бала 1-ші сыныпқа барғанда ол еркін 3 тілді бірден алып кете алады. Үстіміздегі жылы аталған білім қорының тағы бір жаңа әдістемесі тыңдарманға жол тартпақ. Ол қазақ тілін енді ғана меңгеріп келе жатқан ересек адамдарға арналған. Берік Қасен, Александр Суздальцев, муниципалдық телеарна.